Іші өткен балаға анар қабығының тұнбасын ішкізіңіз. Іш өту, диапия, жедел түрде емдеуді талап ететін өте қауіпті ауру. Қай жаста болса да оның емін бастау керек. Жиі дәретке отыру ағзаның сусыздануына әкеледі. Салдарынан науқас әлсіреп қалжырайды. Бүгінгі таңда балалар арасында жиі кездесіп жүрген іш өтуге түрлі аурулар себеп болуда. Алайда бірден басталған жайсыздыққа ең алдымен күні бұрын ішіп жеген тамағын еске түсіретініміз бар. Алайда іш өтуге випик немесе бактерия себеп болуы да мүмкін. Одан бөлек, ішек жұмысының бұзылысы немесе ас қорыту жолдарының қабынуы ішті өткізеді. Сонымен қатар балапаныңыздан мынадай жайсыздықты байқасаңыз, ішінің айналасы шыдатпай ауыртса, 24 сағаттың ішінде 6-7 рет дәретке отырса, құсса, соңғы 6-7 сағаттың ішінде несеп түсі қоңырланса, нәжіске қан араласса, дене қызуы көтерілсе, тілі құрғап, түсі өзгере бастаса, онда өз білгенімізше ем жасауға асықпайық. Міндетті түрде педиатр және гастроэнтеролог дәрігердің кеңесін алғаныңыз жөн. Ал егер асқазанға жақпайтын тағамды жегеннен, бұзылған азықты жегеннен іш өтіп бастаса, онда үй жағдайында мына тұнбаны әзірлеп беріңіз. Емшектегі баланың іші өтсе, ана үшін де, бала үшін де қауіпті әрі қорқынышты. Емді екеуі бірдей алу керек. Өйткені сүт арқылы анадан балаға баратыны анық. Емшектегі балаға дәрі ішкізуге асықпайық. Ең тиімді емделу әдісін қолданып көрелік. Үй жағдайында дайындалған пегидрон іші судай өтіп жатқан балаға міндетті түрде жедел жәрдем немесе педиатр дәрігер шақыртамыз. Ал ол келгенше қарап отыруға да болмайды. Амалдап ішін тоқтату керек. Егер дәріқобдишаңызда дәріханалық регидрон болмаса, абыржуға негіз жоқ. Өзіңіз ас үйдегі заттармен әзірлеп алыңыз. Ол үшін бір стақан қайнаған суға бір ас қасық шекер мен бір шай қасық тұз араластырып, әр 10 минут сайын 2 тамшыдан ішкізесіз. Күріш қайнатпасы бір стақан суды шағын ыдысқа құясыз. Оған бір ас қасық күріш қосып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетесіз. Шамамен 45-50 минуттай қайнаған соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, әр 2 сағат сайын балаға ішкізіңіз. Мөлшері, жасына толмағандарға 2-3 жұтым, ал 2 жастан асқандарға 50 мг ішкізу керек. Күріш қайнатпасы, бактерияның әсерінен болған іш өтуге ем болады, ішектің жұмысын жақсартады. Асқазанның қабынуын қоса емдейді. Емен қабығы 200 мг суға бір шай қасық ұсақталған емен қабығын салып, отқа қоясыз. 10 минуттай қайнаған соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын мықтап жабыңыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Дайын болған емдік сусынды бірнеше жұтымнан әр 2 сағат сайын ішкізіңіз. Түймедақ шайы бұл ем қарапайым әрі керемет көмектесетін әдіс. Оған қоса, мықты антисептикалық қызмет атқарады, суыққа қарсы күреседі, ішектің ауырғанын басып, жалпы жағдайды жақсартады. Ол үшін бір стақан қайнаған суға бір шай қасық түймедақ, ромашка шөбін салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 ас қасықтан ішкізесіз. Емді сағат сайын жүргізу керек. 2 жастан асқан балалардың іші өтсе, кейінге қалдыруға болмайды. Жас ағзаны толық уламай жатып, оттың алдын алу керек. Егер жоғарыдағы қауіпті белгілер байқалмаса, онда мына халық емін байқап көріңіз. Банан жегізіңіз. Балапаныңыздың күнделікті тағамы болар. Онсыз да күнде жейді ғой дейтін боларсыз. Алайда іші өткен кезде жеген банан ем болатынын ескеріңіз. Іші судай өтіп жатқан балаға әр сағат сайын таза піскен бір дана банан жегізіңіз. Сонда баланың іші тоқтайды, ағзаны калий элементімен байытады, нәжісті қалыпты жағдайға келтіреді. Ескеріңіз. Бұл емді 3 жастан асқандарға қолдану керек. Піскен алма. Ішті тоқтату үшін піскен немесе балғын алма таптырмайтын ем екенін білесіз бе? Іші өтіп мазасызданған балаға алма жегізіңіз. Құрамындағы дәрумені мен пектин ішті тоқтатады, әрі ағзаны удан тазалайды. Оң нәтижесін тезірек көру үшін әр сағат сайын бір піскен алма немесе үгілген алма жеу керек. Анар қабығы керемет антисептикалық және бактерияға қарсы қызмет атқарады. Оның құрамында ағзадағы отты шығаратын алкалоид бар. Тұнбаны әзірлеу үшін термосқа 0,5 литр қайнаған су құясыз. Оған бір ас қасық ұсақталған анар қабығын салып, қақпағын мықтап жабыңыз.
Шамамен 4 сағаттан соң дайын болған емдік тұнбаны сүзіп алып, бір шай қасықтан күніне бірнеше рет ішкізіңіз. Ескеріңіз, бұл емді 7 жастан асқандарға қолдану керек. Ірі қара бұрыш улануға керемет ем болады. Ағзаны оттан, артық заттан тазалайды. Ал ішті тоқтату үшін 4-5 дана бұрышты бір стақан сумен бірге ішесіз. Шайнауға болмайды. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.